Енді осының бәрін айтсақ, жағымды жаңалық күннен күнге көп. Ей жаратушы, шексіз құдірет иесі, күллі әлемді жоқтан бар қылған. Шексіз құдірет иесі, сенен күшті ештеңке жоқ. Астамсыған, такаппарсыған, құдірет сіңген орыс пен Қытайды тас-талқан қыл деп, біз дұғамызды жасап жатырмыз. Астамсынып, Құдайды ұмытып, такаппар сасық көкірек болған орыс пен Қытайдың төбесінен жай түсір тас-талқан қыл, жүректеріне үрей алады, ішкі берекесін, ішкі мұрасын ал. Бұт-жұттарын шығар, қаржысын, малын күйрет, әскерін күйрет. Орысты 30-ға, Қытайды 40-қа жүктеп таста деп дұға жасап, рахаттанып, жаратушының шексіз хикметіне қарап отырмыз. Міне, адамзатқа қауіп төндірген ғасырдан артық коммунистік, маркстік, радикалдық, фундаменталистік, фашистік жүйе орнатқан бұл екі елдің, ғасырлардың бәленбай ұрпақ атамыз, әкеміз жеп алысып өткен, енді бізге міне үшінші ұрпаққа келе жатқан осы жүйенің соңғы ажал сәтін көруге несіп қылсын. Соңғы ажал сәтін. Орыс пен Қытай коммунистерінің соңғы ажал сәтін көрдің аузында жанталасып, соңғы тұяқ серіпкен сәтін көруге сізбен бізді несіп қылсын. Амин. Бұл енді өте жағымды жаңалық. Мынау Ши Цзиньпиннің Мәскеуге баруын тілеп отырмын. Құдай, Ши Цзиньпинді ақылынан алжастыра көр. Мынау Қытай коммунистерінің, құдайсыз коммунистерінің басшысы Ши Цзиньпинді ақылынан адастыра көр. Оны өзіне және мына коммунистік жүйеге зиянды жұмыстар жасайтын қыла көр. Сөйтіп ең соңында мынау Қытайды тас-талқан қылатын жолға апара көр. Құдай деп тілеп тұрмыз. Ол сықсиып, көзі сығырайып ыржиып, Путиннің қолын алған сәт бізге жақсылықтың келетін сәті. Путин сұмыраймен Ши Цзиньпин сұмырай қол алысқан кез бізге жақсылықтың келген сәті. Батыстық демократиялық жүйе әлемдік екі жауыз радикалдық фундаменталистік коммунистік жүйенің зиян екенін біліп, батыс қайтадан тыңнан одақтасып, бейне кезінде сәбет одағын құлатқан кездегідей одақтасып, енді осы екі жүйені құлатса, сіздің де біздің де арманымыз жоқ.